Сәлем достар, қалайсыздар? Бүгін сіздермен бірге біздің тақырып adverb of frequency, яғни жиілікті сипаттайтын стюлермен танысатын боламыз. Қараңыздар, ағылшын тілінде олардың саны бірнеше. Бүгін ең маңыздылармен танысамыз. Біріншісі always, ол әрқашан деген мағынаны білдіреді. Usually әдетте, normally күнделікті, often жиі, sometimes кейде, seldom сирек, rarely өте сирек, never ешқашан. Енді осылардың әрқайсына процент бойынша қарап шығайық, қайсысын қашан қолданамыз. Бірінші always дейміз, ол әрқашан, яғни 100% әрқашан қолданатын ісімізді сипаттау үшін айтамыз. Мысалға, I always brush my teeth in the morning. Мен әрқашан таңертең тісімді шаямын, яғни күнделікті 100% болатын әрекетті айту үшін. Келесі usually, ол 90%, яғни кейде болады, кейде болмайды, әдетте. I usually walk to work. Мен әдетте жұмысқа жаяу барамын. Келесі normally, бұл 80%, яғни әдеттеден қарағанда кішкене төмендеу. Normally I get good mark. Әдетте мен жақсы бағаланамын, бірақ кейде жаман алып қалуым да мүмкін, 80%. Келесі often деген жиі. Күнде емес, бірақ жиі болып тұратын әрекетті сипаттау үшін. Мысалға, I often read a book. Мен кітапты жиі оқимын. The next one is sometimes. Sometimes дейміз кейде, яғни кейде болады, кейде болмайды, 50-50%. Мысалы, I sometimes watch TV. Мен кейде теледидар қараймын, кейде қарамаймын. Келесі seldom, бұл өте сирек болады әрекетті сипаттау үшін қолданамыз, яғни 10-20%-ке сәйкес келеді. Мысалы, I seldom add salt to my food. Мен өте сирек тамағыма тұз қосамын. Келесі rarely, ол өте сирек, мүлде болмайтын, тек 5% болуы мүмкін әрекеттерді сипаттау үшін қолданамыз. Мысалға, I rarely get angry. Мен өте сирек ашуланамын. Never, ол ешқашан 0%, ешқашан болмайтын әрекетті сипаттау үшін қолданамыз. Vegetarians never eat meat. Вегетарианецтар ешқашан ет жемейді. Ол яғни ешқашан болмайды, сондықтан біз оны сипаттау үшін never деген сөзді қолданамыз. Енді сөйлемдегі орнына тоқталып өтейік. Үстеулер жаңағы біз айтып өткен never, sometimes, rarely, seldom, always, often деген үстеулерді біз сөйлемде қай жерге қоямыз. Бірінші сөйлемде әрқашан зат есім жүреді ағылшын тілінде, одан кейін үстеу жүреді жаңағы біз айтқан, одан кейін барып етістік жүреді, одан кейін қалған сөз таптарын қолданамыз. Мысалға, I often read a book. Бірінші зат есім I, often жаңа үстеу, жиі read етістік, одан кейін a book кітапты толықтаушы. Келесі he always comes first. He зат есім, always үстеу, comes етістік, first бірінші, яғни басқа сөз табы түсінікті. Бірінші зат есім міндетті түрде, одан кейін зат есім етістіктің ортасында бізде осы үстеулерді қолдануға болады. Келесі ескерту, тағы бір мысал, егер де сөйлемде to be етістігі қолданылған болса, яғни I am, he is, it is деген секілді, онда үстеу бізде етістіктен кейін орналасады. Мысалға, I am always happy. I always am happy деп айтпаймыз. Бірінші зат есім түріміне, одан кейін to be етістігі, одан кейін барып үстеу қолданылады. I am always happy. Немесе he is busy at work. Бірінші зат есім, одан кейін етістік, to be етістік, одан кейін busy at work. Мына жерде тағы да үстеу қойылады. He is usually busy at work. Түсінікті, бірінші зат есім, етістік, одан кейін барып үстеу қойылады. Енді барлығын тағы да білет қайталап шығайық. Сонымен біз кейбір әрекетті қаншалықты жиі жасайтынын сипаттау үшін adverb of frequency, яғни жиілікті білдіретін үстеулер қолданамыз. Олардың саны бірнеше болады. Біріншісі always әрқашан, usually әдетте, normally күнделікті, often жиі, sometimes кейде, seldom сирек, rarely өте сирек, never ешқашан.